1946 жыл. Майра ауыл қорымында тапжылмай тұрды. Жаңа ғана үйілген топырақтың алдында оның нәзік денесі қатып қалғандай. 19-ға енді толған жас келіннің тұла бойындағы мұңды көрген ауыл әйелдерінің өзі жақындауға батпады. «Қоя тұр балам, қоя тұр, жылап алсын», насы Ұлбике ұлы Айдарға қолын созып тоқтатты. «Апа, қарындасымды бұл жерден алып кету керек. Қараш, көзі біртүрлі болып тұр. Есінен айырылып қалмасын». Ұлбике көз жасын орамалмен сүртті. «Не күттім балам? 3 ай келін болды. Енді міне, жесір қалды. Қалай жыламасын? Қайран қызымның маңдайына не жазылды екен?» Айдар ауыр күрсінді. «Сен қалай десең де, мен оны алып кетемін». Ол бірнеше қадам алға басып қарындасының жанына келді. Майраның иығына ақырым қолын қойып, сыбырлап сөйледі. «Майраш, қарындасым, жүр үйге. Өзімді де, апамды да қинамаш». Майра көзін жаңа төмпешіктен алмай, ернін әрең қимылдатты. «Бұған кімнің қолы бар екен? Кім өз жанын шайтанға сатты екен?» Айдар тістеніп алды. Сәрсенбай аға тергеуді бастады. Ауданнан адамдар келді. Бірақ, кім білсін, станса 4 ауылдың жолын жалғап жатыр. Кімге жолықты, кім аңдыды, белгісіз. Ақшасы жанында болды ма? Болған. Маған қыстық шәлі алып берем деп еді. Тағы бір сыйым бар деген. Бірақ сол үшін адам өлтіруге бола ма? Айдар басын төмен салды. Тәзір жұрт болмашы нәрсе үшінде біреудің жанын қия салады. «Жүр қарындасым, суық тиеді. Мына жерде тұра бергеннен Ерлан қайтып келмейді». Ол Майраның қолынан ұстап, ауыл жаққа қарай жетеледі. Майра үнсіз ерді. Аяғы жүріп келеді, бірақ жаны сол жаңа төмпешіктің басында қалып қойғандай еді. Оған небәрі 19 жас. Бар болғаны 3 ай бұрын ол осы ауылдағы ең бақытты келін еді. Ерлан майданнан 1945 жылдың мамырында оралған. Ұзын бойлы, кең иықты, өмді жігіт. Кеудесінде орден медальдары сылдырлап, арбамен ауылға кіргенде, бүкін жұрт оны әнмен, жылаумен, қуанышпен қарсы алған. 4 жылдық соғыс ауылдағы еркектердің көбін жұтып қойған еді. Сондықтан қайтқан әр жауынгер ел үшін тірі келген үміттей болатын. Қыз келіншектердің бәрі Ерланға қызға қарайтын. Бірақ 28-ге келсе де, Ерлан үйлену жайын ойлай қоймады. Оның анасы ертеректе жесір қалып, кейін 2-ші рет тұрмысқа шыққан, тағы 2 бала сүйген. Бірақ үлкен ұлы Ерланның шаңырақ көтеріп әке болғанын армандайтын. Немере иіскегісі келетін. Ал Ерланның ойы басқа еді. Ол ауыл кеңесінің төрағасы Сәрсенбай ағаның оң қолы болды. Қалаға қатынап, қағаз тасиды, есеп өткізеді, ауыл шаруасына көмектеседі. Соғыстан кейінгі жұртты аяққа тұрғызу керек деп, күн-түн демей жұмыс істейтін. Махаббат па, ол бос әңгіме деп күлетін ол кейде. Ал Майра болса, сол батыр жігітке сырттай ғашық еді. Соғыстың ауыр жылдарында бала қыздан бой жеткен аруға айналған Майра Ерланды көрсе жүрегі дөсілдеп кететін. Бірақ өз сезімін ешкімге айтпайтын. Бір күні Ерлан оны байқады. Жаздым ыстық күні болатын. Майра ауыл сыртындағы тынық өзенге шомылуға барған. Әдетте ол жерде ешкім болмайтын. Қыз соған сеніп, киімін жағаға қалдырып, суға түсіп кеткен. Салқын су денесін сергітіп, көңілін көтеріп тұрған. Бірақ арғы жақтан бұта арасынан шыққан Ерланды көргенде, қорыққаннан шыңғырып жіберді. «Майра?» Ерлан тоқтап қалды. Қыз суға иегіне дейін батып, 2 қолмен кеудесін жапты. «Ерлан аға, бұрылып кетіңізші». «Су қалай екен?» деп сұрады ол, абдырағанын білдірмей. «Салқын, бірақ өтінемін, жақындамаңыз». «Неге? Мен де шомылайын деп едім». «Болмайды. Мен киімсізбін». Ерлан алғашында қалжың шығар деп ойлап, күліп жіберді. Бірақ Майраның жаншырған түрін көргенде, өзі де қып-қызыл болып кетті. Жарайды, керіс қараймын». Ол арқасын беріп тұрды. Майра судан асығыс шығып, жағадағы көйлегін қолына іле сала, үстіне кие бастады. Дымқыл денесіне көйлек жабысып, шашы арқасына төгіріп тұрды. «Болды, киіндім» деді ол ұялып. Ерлан бұрылып, өзенге қарай жүрмек болды. Сол сәтте Майра бір қадам басып қайып кетіп, тура оның құшағына құлады. «Абайла» деді Ерлан жұмсағынмен. Ол қыздың белінен ұстап қалып еді. Сол мезетте екеуінің көзі тиісті. Майраның жасыл мөлдір көздері Ерланның жүрегін бір-ақ сәтте алып кеткендей болды. Қыздың ұзын қара шашы су болып арқасына жабысып тұр.
Беті ұялғаннан алдырап кеткен. Ерлан ішінен шошып кетті. Болмайды, ол тым жас, ол маған бала сияқты. Ерлан аға, мен сіз шомылғанша осында отыра тұрсам бола ма? Отыр, деді ол, даусы қарлығып. Кейін екеуі ұзақ отырып сөйлесті. Күн көкжиекке бата бастағанда Майра асыға бастады. Үйге қайтуым керек. Ағағам мен апам уайымдайды. Ерлан оны үйіне дейін шығарып салды. Қақпалдына келгенде ертең тағы серуендеуге шақырды. Осылайша олардың көңілі жарасты. Әуелде Майраның анасы мен ағасы қарсы болды. Ұлбике, ол сені алдап кетпей ме қызым? Егер үйленгісі келсе, осы уақытқа дейін үйленер еді ғой, деп уайымдады. Айдар болса, қарындасым бала күнгі досы Саянға қосқысы келетін. Саян Майрамен бірге өскен. Жасы да жақын, айырмасы 3 жас қана. Бірақ Майра оны тек ағасындай, досындай көретін. Ал Ерлан ше? Ерлан Майрадан 10 жас үлкен. Бірақ 2 айдан соң Майра үйге қуаныштан жүзі бал-бұл жанып кірді. Апа, аға, Ерлан маған сөз салды. Жақында құда түсіп келеді. Ұлбике терең күрсінді. Қызының жүзіндегі бақытты көріп, көп қарсыласа алмады. Айдар бұл жаңалықты жылы қабылдаған жоқ. Бірақ уақыт өте келе, қарындасының көзіндегі отты, жүзінен кетпеген күлкіні көріп, амалсыз көнді. 3 ай зу етіп өте шықты. Майраға дүниеде өзінен бақытты адам жоқтай көрінетін. Ол Ерланға бала сыйлауды армандады. Бірнеше күн бұрын Ерлан әдеттегідей төрағаның тапсырмасымен Талғар қаласына кеткен. Кетерінде Майраға: «Қайтарда саған бір сый әкелем», деп жұмбақ жымиған. «Қандай сый?» «Көресің. Ерлан, айтшы». «Жоқ, келгенде өзім берем». Сол күні Майра оның сүйікті қырыққабат бәлішін пісіріп, ет қосқан кеспе көже дайындап, кешке дейін жолын күтті. Бірақ сағат 5 болды. Ерлан жоқ. 6 болды. Жоқ. 7 болды. Әлі жоқ. Майраның жүрегі мазасызданды. Қалада бір шаруасы шығып қалған шығар деп өзін жұбатты. Бірақ түнімен ұйықтай алмады. Келесі күні таңертең үйге төраға Сәрсенбай аға кіріп келді. «Ерлан қайда? Кеше келуі керек еді». Майра орнынан атып тұрды. «Келген жоқ Сәрсенбай аға. Мүмкін қалада кешігіп қалған шығар». «Қандай кешігу?» «Есек қағаздарын өткізіп, кейін тігінханаға соғамын деген. Түстен кейін қайтуы керек еді». «Тігінханаға? Не үшін?» «Оны қайдан білейін? Келсе бірге маған келсін деп айт». «Айтамын», деді Майра әрең. Ерлан 3 күн бойы оралмады. Сосын ауылға суық хабар жетті. Оны станса маңындағы бұталардың арасынан тауыпты. Басын ауыр затпен ұрып өлтірген. Қалтасы ақтарылған. Қасында портфель жатқан. Портфельдің ішінде қағазға оралған көйлек бар екен. Майра сол көйлектің өзіне арналған сый екенін бірден түсінді. Осы 3 күнде-ақ ол 10 жасқа қартайғандай еді. Ал Ерланның өлімін естігенде, анасы оның ақылынан айырылып қала ма деп қорықты. Ерланды жерлеген күні Майраның шашына бір уыс ақ түсті. «Жыла қызым, жыла. Көз жасым ішінде қалмасын», деп Айдар оның арқасынан сипады. «Уақыт емдейді». Майра басын шайқады. «Ол менің барым еді. Өміріме жарық түсірген күн еді. Неге? Неге соғыстан аман келіп, бейбіт күнде ажал құшты? Менің жазығым не? 19 жасында жесір қалатындай не істедің?» Ол кенет ащы үнмен: «Қарғыс атсын, соны істегенді. Жанымның жарығын өшірген адам екі дүниеде де оңбасын», деп айқай салды. Айдар қарымдасын құшақтап алды. Ол Майра шаршап, көз жасы таусылып ұйықтап кеткенше жанынан шықпады. Майра ұйықтап жатып та сел-сел кетеді. Кейде ыңырсып, Ерланның атын атайды. Айдар оның үстіне көрпе жауып: «Бәрі жақсы болады қарындасың», деп сыбырлады. Сыртқа шыққан соң анасының қасына келіп отырды да бір стақан су ішті. «Мына ауылға не болды өзі? Бірде қойма өртенеді, бірде осындай азаматты өлтіреді. Жақсылыққа ұқсамайды», деп Ұлбике еңіреді. 40 күндік асы өткеннен кейін Майра өзін жайсыз сезіне бастады. Бұрында тамаққа тәбеті жоқ еді. Енді тамақтың иісін сезсе, жүрегі айнып ұса беретін болды. Ұлбике қызына ұзақ қарап отырды да ақырын айтты: «Қызым, сен бала көтеріп жүрген шығарсың». Майраның көзі үлкейіп кетті. «Білмеймін, апа». «Күләнді апайға көрін. Егер рас болса, жалғыз өзің қалай жүресің? Бізге көшіп кел. Кейін тағы көрерміз». Майра басын шайқады. «Жоқ, апа. Егер расымен бала күтіп жүрсем, ол осы үйде дүниеге келеді. Ерланның шаңырағында. Сіздер мен ағамның көмегі керек болса айтармын. Бірақ әзірше мен жалғыз болғым келеді». Ол ешкімнің жұбатуын, аяуын, қамқорлығын көтере алмайтын халде еді. Келесі күні медпункттегі Күләнді апай қарап, Майраның жүкті екенін растады.
Сол күні Майра қорымға барды. Ерланның басына келіп, жаңа төмпешіктің жанында тізерлей отырды. Мен сенің балаңды көтеріп жүрмін, Ерлан. Менің ішімде сенің бір бөлшегің бар. Демек, менің күнім толық сөнбетті. Мен уәде беремін, өзіңді қолға аламын, балаңды аман алып қаламын. Егер ұл болса, сендей батыл, сендей намысты, сендей ер қылып өсіремін. Жаным тыныш болсын, сүйіктім. Ал мен енді сенсіз өмір сүруді үйренемін. Қорымнан қайтып бара жатып, Майра ауылға апаратын жолға түспеді. Өзен бойымен жүріп, баяғы тынық иірімге келді. Ерлан екеуі алғаш сөйлескен жер. Ерлан оған алғаш рет бөтен қыз емес, жүрегіне жақын әйел ретінде қараған жер. Майра басындағы қара орамалды шешіп, суға ақырын бастады. Енді бәрі басқаша болады, деді ол, сыбырлап. Ол үйіне қайтып келе жатып, ішіндегі бала әкесін ешқашан көрмейтінін ойлады. Бірақ Майра оған Ерлан туралы күнде айтып беруге серт етті. Майра, тоқта. Ол бұрылып қараса, артынан Саян келе жатыр екен. Не керек саған? Біз екеуміз бір ретте дұрыстап сөйлеспедік. Қалайсың? Апам сенің бала күтіп жүргеніңді айтты. Медпунктте көріпті. Иә, күтіп жүрмін. Сонда не? Апаң мен ағаңа көшесің бе? Жоқ. Сұрағың бітті ме? Майра, егер көмек керек болса, көмектесетін адам бар, деп Майра оның сөзін бөліп қақпасын ашты. Мен үйге келдім, жөніңе бар. Майра, күте тұр. Мені кері қақпа. Қаласаң су тасып берейін, отын жарып берейін. Отынды Ерлан өзі дайындап кеткен. Ал су, егер қиын болмаса тасып бер. Майра бұған тек шелектің ауыр екенін, енді өзін күту керек екенін ойлап келісті. Жарты сағаттан кейін Саян екі үлкен бөшкені суға толтырды. Сосын құрал сұрады. Не істейсің? Қораның төбесіндегі қаңылтыр желден босап тұр. Қазір бекітіп берейін. Құрал сарайда, өзің тауып ал. Саян іске кірісті. Майра терезеден оған қарап тұрды да ауыр күрсінді. Балалық шақ, алансыз күндер, соғыс жылдарындағы ауыртпалық. Сол уақыттың бәрінде Саян жанында болған. Қазір де үнсіз көмектесіп жүр. Саян, кір, шай берейін. Саян дастархан басына отырғанда Майра ұялып қалды. Кешір, шайға қоятын ештеңем жоқ. Тамақ істемей жүрмін. Өзімніңге тамағынан ас өтпейді. Нан мен сүтпен жүрмін. Жеу керек, Майра. Баланды ойла. Бүгіннен бастап ойлаймын. Ал өзің қалайсың? Жақсымын. Майра оған көзін сығырайта қарады. Арақты қойдың ба? Саян қысылып күлді. Ол баяғыда қалды. Қойшы. Әкең сені қамшымен сабағанан бүкіл ауыл біледі. Ересек жігітсің. Фом шашып не көрінді? Саян кесесін қойып орнынан тұрды. Өткенді қазбай-ақ қояйық. Мен қайтайын. Бірдеңе керек болса шақырарсың. Ол кеткеннен кейін Майра ұзақ ойланды. Саян дәл тойға 2 апта қалғанда ішуді бастаған. Майра ол кезде өз бақытына мас болып, айналасын байқамаған. Саян тойға да келмеді. 3 күн ауылдан кетіп қалды. Кейін де ішіп, Майрадан қашқақтап жүрді. Айдардың Саян саған үйленгісі келіп жүр дегені жай сөз емес педі. Шынымен мені сүйгені ме? Байғұс Саян. Кешке Майра көшеде төраға Сәрсенбай ағаны кездестірді. Сәрсенбай аға, кергеу қалай болып жатыр? 1,5 ай өтті. Кінәлі табылмады ғой. Омай дейсің де, қарағым. Қылмыскер із қалдырмаған. Станса маңында кім жүрмейді? Бір ұры-қарыға кезіккен шығар. Сонда ешкім табылмай ма? Сәрсенбай аға орындыққа отырып бөркін шешті. Ерлансыз ауыр болды. Мен оны өз орныма ұсынғым келіп жүргенмін. Бірақ енді кімді қоямын? Мұхтаровтар бар. Дәрігер әйелдің отбасы. Күйеуі білімді, тәртіпті. Баласы Саян тракторшы, жұмыста озат. Ол бір сәт үнсіз қалды. Бірақ бір нәрсе бар. Не нәрсе? Майра, сен маған шыныңды айтшы. Саян саған қашаннан бері көңілі бар? Майраның өңі өзгеріп кетті. Мұны неге сұрап тұрсыз? Бүкін ауыл айтып жүр. Саян сені сүйген, сенің Ерланға тұрмысқа шығатыныңды естіп, ішіп кеткен дейді. Әкесі қамшымен сабап, есін жиғызыпты. Тағы бір нәрсе. Ерлан өрген күні Саян ауылда болмаған. Майраның жүрегі су ете қалды. Сіз оны күдіктеніп жүрсіз бе? Дәлен жоқ. Он көрші ауылда досымен бірге болғанын айтады. Досы растады. Бірақ мас болғандықтан Саянның нақты қай уақытта барғанын айта алмады. Ал қызғаныш деген жаман нәрсе, қарағым. Адамды неге апармайды? Майра ештеңе демей бұрылып кетті.
Сол түні көз ілмеді. Егер рас болса ше, Саян Ерланды қызғаныштан өлтірсе ше? Ол өзін Саянның орнына қойып көрді. Егер Ерлан басқа елді таңдаса, өзін не істер еді? Майрада махаббаты үшін көп нәрсеге барар еді, бірақ адам өлтіру. Ертеңіне Саян тағы келді. Қоршауды бояп бермек болды. Майра қасында жүріп, сұрақ қойғысы келді. Бірақ егер ол кінәлі болса, бәрібір мойындамайтынын түсінді. Ал егер кінәсіз болса ше, ол жазықсыз адамға жала ойлап жүрме? Майра ішінен жегідей желінді. Ақыры өзін тоқтатуға бел буды. Саян, мені кешір. Ауылда жаман сөз көбейіп кетті. Сондықтан ашық айтайын. Енді бұл үйге келме. Көмек керек болса, апамнан не ағамнан сұраймын. Үйіме қайт. Саян қолындағы қылғаламын түсіріп ала жаздады. Мен саған көмектескім келді. Қасында болғым келді. Қажет емес. Егер бір үмітім болса бекер. Мен өмірімді балама арнаймын. Енді тұрмысқа шықпаймын. Ерлан мен үшін бәрі болды. Кет, Саян. Ол қақпаны ашты. Саян оған үнсіз қарап тұрды. Сосын иығы түсіп, жайлап шығып кетті. 1952 жыл. Сәулет, кел, тамағыңды іш. Майра дастарқан жайып 5 жасар ұлын шақырды. Келдім, апа. Бала ішке кіріп орындыққа отырды. Қазір тамақ ішемін де, Айдар нағашыммен, Саян көкеммен балыққа барамын. Жақсы екен, деді Майра. Бірақ іштей тыншы кетті. Саян ұлына тым көп көңіл бөліп жүр. Ал Майраның ойынан оның Ерлан өліміне қатысы болуы мүмкін деген күдік кетпеген. Егер рас болса, онда Саянға Ерланның баласының жанында жүруге болмайды. Басында Майра Айдармен сөйлескісі келген. Бірақ Айдар жиенін өзімен бірге өзенге алып шыққанда Саян да еріп барады. Не істемек? Ұлына балыққа баруға тыйым сала ма? Әкесіз өсіп келе жатқан бала онсыз да ер адамның мейіріміне зәру. Оның үстіне Майраның өз жүрегі де Саянға тарта бастағанын мойындағысы келмеді. Сол сезімнен өзі қорқатын. Айдар нағашым, бұл соңғы рет, деді Сәулет. Неге? Ол қалаға кететінін айтты. Қалаға? Иә, жұмыс істейді екен. Майра аң-таң қалды. Ал әжеңше, жалғыз қала ма? Неге жалғыз? Біз бармыз ғой. Майра ұлының шашынан сипады. Бұл жаңалықты алғаш есту еді. Дән сол кезде Айдар үйге кірді. Ал Сәулет, тезірек тамағыңды іш. Біз Саян көкеңмен сені күтіп тұрмыз. Саған да сәлем, қарындасым. Сәлем. Ал енді құрметті ағатайым, отыршы. Қалаға қашан кететініңді маған қашан айтпақ едің? Айдар Сәулетке кінәлай, бірақ жылы көзбен қарады. Ей, саған айтпау керек еді. Сәулет күліп, иығын қиқаң еткізді. Айдар орындықта отырды. Бір аптадан соң кетемін. Саған айтпадым, өйткені тоқтататынымды білдім. Апама бүгін айтамын. Бұл жерде нен жетпей жүр? Үйленсемші? Кімге? Тамараға, Ләззатқа, Оксанаға, қыз аз ба? Айдар күлді. Олармен көңіл көтеруге болады, бірақ маған басқа ел керек. Сен сияқты. Күйеуін шын сүйетін, үйін ұстайтын, сөзге тоқтайтын. Мен жақсы мысал емеспін, әйел болып үш-ақ айтырдым. Сонда да, айтшы Майра, неге тұрмысқа шықпайсың? 6 жыл өтті. Ауылда әйелге еркексіз қиын. Мен кетсем, Сәулетке әке орнына кім болады? Саянға шықта, тыныш өмір сүр. Майраның жүзі суып кетті. Бұл мүмкін емес. Неге? Сәулет, тамағыңды ішіп болдың ба? Иә. Онда нағашыңды ертіп үйден шығыңдар. Мен еден жуамын. Айдар қарындасына жақтырмай қарады. Бірақ үндемей, Сәулетті ертіп сыртқа шықты. Майра терезеден қарады. Қақпа алдында Саян тұр. Қолын қайда қоярын білмей, ыңғайсызданып, аяқ астындағы топырақты шұқылаттыр. Майра жүрегі шым етіп, мен бұл күдікті ешкімге айта алмаймын. Айдар бәрібір досын қорғайды, сенбейді. Ендеше бұл ой ішімде қалсын деп ойлады. Айдар қалаға кетті. Ұлбике оны ауыр жүрекпен шығарып салды. Жаман болады деп қорқамын қызым. Жақсылыққа жорсан да, жүрегім тыныш емес. Қал десеңіз ренжитін еді. Өз өмірін өзі көрсін. Мила, Саянға жұмсағырақ болсайшы. Айдар кетті. Үйге еркек керек. Апа, 1000 рет айттым, маған ешкім керек емес. Сен оны қалай қарайтыныңды мен көрмей жүр дейсің бе? Майра үнсіз қалды. Қалай қарасам да, ол ештеңені өзгертпейді. Ол Сәулеттің қолынан ұстап үйіне қарай жүрді. Тіпті анасы да сезіп қойды. Майра Саянға ғашық болып бара жатыр. Бірақ ол сезімге еріп бере алмайды. Егер бір күні шындық ашылып,
Саян Ерланның өліміне қатысы бар болып шықса ше, сонда ол күйеуінің өлтірушісін сүйгенін қалай кешіреді? Баласын әкесінен айырған адамға қалай сенеді? Жоқ, жалғыз болғаны жақсы. Апа, мен енді Саян көкеммен балыққа барсам бола ма? Жоқ. Неге? Мен қарсы болғандықтан. Болды. Бұл тақырыпты қайта көтермейміз. Сіз Сәрсенбай ата сияқты сөйлейсіз деп Сәулет бұртиды. Майра ашуланып кетті. Сен 5 жастағы балаға тым көп сөйлейсің. Арада бірнеше ай өтті. Майра ауыл шаруасымен Талғарға жиі қатынайтын болды. Сәрсенбай аға, оны бір кезде Ерлан атқарған жұмыс қалған еді. Қалаға барған сайын Айдармен кездесетін. Ол зауытқа орналасып жатақханада тұрып жүр. Бірақ қара жұмысшыға қарағанда тым жақсы киінеді. Бір күні үстінен жаңа костюм көрген Майра таңғалды. Мұндай костюмге ақшаны қайдан таптың? Зауытта сонша көп төлей ме? Айдар күліп қойды. Үнемшілмін, ақшаны босқа шашпаймын. Оның үстіне тімде вагон түсіруге шығып жүрмін. Ол қалтасынан ақша шығарып, қарындасына ұсынды. Мынаны ал, саған апама керек болады. Келесі айда тағы беремін. Майра ақшаны алды. Сәулет күн санап өсіп келеді. Киім кешекте оңай емес. Бір күні Майра қалаға келгенде, әдеттегідей Айдардың жатақханасына барды. Вақтадағы Зейнеп апа оны танитын. Майра қалаға келгенде кейде сонда түнеп, Айдарды жұмыстан күтетін. Сәлеметсіз бе Зейнеп апа? Кілтті беріңізші. Таңғы 5-тен бері аяқтамын, шаршадым. Зейнеп апа оны көргенде өңі өзгеріп кетті. Қолын аузына апарды. Не болды? Бар қызым, кет бұл жерден. Неге? Кілт беріңізші. Кілт жоқ, енді болмайды да. Қалай болмайды? Айдар қайда? Зейнеп апа ауыр күрсінді. Сен ештеңе білмейсің бе? Нені білмеймін? Айдарға не болды? Түрмеде ол. Майраның құлағы шым ете қалды. Не дедіңіз? Бауырым қылмыскер болып шықты. Не айтып тұрсыз? Ұялмайсыз ба? Зейнеп апа орнынан көтеріліп кетті. Маған ұят па? Қанша адамның обалына қалды. Бауырымның не істеп жүргенін білмедім бе? Үстіңдегі көйлекте ұрланған ақшаға тігілген шығар. Жоқ, сіз шатасып тұрсыз. Кет бұл жерден, көзіме көрінбе. Майра сыртқа атып шықты. Көшеде тұрып, ауа жетпей қалғандай демікті. Бұл не сандырақ? Айдар түрмеде? Қылмыскер? Мүмкін емес. Айдарды іздеп жүрсің де? Майра бұрылып қарады. Артында жатақханада тұратын көрші әйел тұр екен. Айдарды іздеп жүрсің де? Майра жалт бұрылды. Артында жатақханада тұратын көрші әйел тұр екен. Бұрын бірнеше рет дәлізде кездескен. Аты Раушан. Жасы 30-да шамасында. Көзі өткір, сөзі тіке әйел еді. Е, Айдарға не болды? Неге бәрі маған қылмыскер дейді? Майраның даусы дірілдеп шықты. Раушан жан жағына қарап алды да, оны шетке қарай жетеледі. Мұнда тұрма. Зейнеп апа ашумен не айтып, не қойғанын білмей қалуы мүмкін. Жүр, ана жақтағы орындыққа отырайық. Екеуі жатақхананың сыртындағы ескі ағаш орындыққа отырды. Майраның қолы мұздақ кеткен. Жүрегі кеудесін жарып шығардай дүрсілдейді. Айдар не істеді? Деді ол, әр сөзін әрең айтып. Раушан терең күрсінді. Сенің аған зауытта ғана жұмыс істеп жүрген жоқ еді. Не дейсің? Ол бір топ жігітпен байланысып кеткен. Вагон түсіреміз, қойма күзетеміз, жүк тасимыз деген сылтаумен түнде басқа іспен айналысқан. Қандай іспен? Раушан Майраның көзіне тіке қарады. Ұрлық. Станса маңында жүк тонаған. Қалаға келетін саудагерлердің сөмкесін аңдыған. Кейде жолда келе жатқан адамдарды қорқытқан. Майра орнынан тұрып кете жаздады. Жоқ, бұл өтірік. Айдар ондай емес. Сенің сенгің келмейтінін білемін. Бірақ оны ұстап алған. Қасында тағы 2 жігіт болған. Бірінің қалтасынан пышақ шыққан. Екіншісінің бөлмесінен ұрланған заттар табылған. Ал Айдардан ше? Ақша. Көп ақша. Сосын бір әйелдің алтын жүзігі. Майраның басы айналып кетті. Ол орындықтың арқалығына сүйенді. Ол маған ақша беріп жүрді. Сәулеттің киіміне, апама деп. Мен алдым. Раушан оның қолын ұстады. Сен қайдан білесің? Сен кінәлі емессің. Жоқ. Егер сол ақшаның бәрі біреудің көз жасынан келсе ше? Мен балама сол ақшаға көйлек алдым ба? Майраның тамағына өксік тығылды. Раушан біраз үнсіз отырды. Сосын төмен дауыспен. Ең жаманы бұл емес деді. Майра оған баяу бұрылды. Тағы не бар? Тергеушілер Айдардың бұрынғы істерінде қазып жатыр. Станса маңындағы ескі шабуылдарды. Соның ішінде сенің күйеуің Ерланның өлімі де қайта қаралады дейді. Майраның көзі
қарауытып кетті. Не дедің? Мен нақты білмеймін, бірақ қалада сондай әңгіме жүр. Ерлан табылған жер солар жиі жүретін жол екен. Сол кезде де біреуді тонаған болуы мүмкін. Жоқ, Айдар, өз қарындасының күйеуін. Оның даусы шықпай қалды. Раушан басын төмен салды. Мен саған тек естігенімді айтып отырмын. Бірақ бір нәрсе түсініксіз. Айдар ұсталғанда бір сөз айтқан екен. Қандай сөз? Мен Ерланға қол көтерген жоқпын. Бірақ оның не үшін өлгенін білемін депті. Майра орнынан атып тұрды. Мен тергеушіге барамын. Қазір сені кіргізбейді, бірақ сотқа дейін кездесуге рұқсат сұрауға болады. Майраның жан дүниесі астан-кестен болды. Бүкіл жылдар бойы ол Саянды күдіктеніп келді. Одан қорықты. Оны жүрегіне жақындатпады. Баласын одан алыстатты. Ал енді күдік өз ағасына қарай бұрылды. Жоқ, бұл мүмкін емес. Айдар Ерланды өлтірмеген. Ол менің ағам, ол мені қорғайтын, ол мені жылатқан адамды өзі жек көретін. Бірақ дәл сол ойдың артынан басқа ой келді. Егер Ерланның өліміне Айдардың қатысы болса ше? Егер ол менің көзіме қарап тұрып, 6 жыл бойы үндемей жүрсе ше? Майра сол күні ауылға қайтқанша бір сөз сөйлемеді. Пойыздың терезесінен далаға қарап отырды. Талғардың сыртындағы жазық дала сарғайып жатыр. Жер қураған шөпті жұлқылап, күздің суығын сездіреді. Үйге жеткенде Сәулет есік алдынан жүгіріп шықты. Апа, маған не әкелдің? Майра ұлын құшақтап алды, бірақ сөйлей алмады. Апа, не болды? Бала оның бетіндегі жасты көріп шошып кетті. Ештеңе құлыным, шашадым. Ұлбике үйден шығып қызының түрін көргенде бірден түсінді. Айдар туралы естідің бе? Майра басын көтерді. Сіз білдіңіз бе? Ұлбике көзін тайдырды. Бүгін ауылға хабар жетті. Сәрсенбай айтты. Неге маған бірдем айтпадыңыз? Сен қалада естіп қаларсың деп қорықтым. Жүрегін көтереме деп. Апа, Айдар Ерланның өлімі туралы бірдеңе білет дейді. Ұлбике екі қолымен кеудесін басты. Құдай сақтасын. Майра амасының көзінен қорқыныш көрді. Бірақ ол қорқыныш тек баласы түрмеге түскен ананың қорқынышы емес еді. Онда басқа бір жасырын үрей бар сияқты. Апа, сіз бірдеңе білесіз бе? Ұлбике селк ете қалды. Мен не білейін, қызым? Көзімізді неге тайдырасыз? Ауыр сөз айтпа. Мен онсыз да тірідей жанып отырмын. Бір балам түрмеде, бір қызым жесір, немерем жетім. Маған бұдан артық не керек? Майра үндемеді. Бірақ анасының даусындағы дірілді байқап қалды. Сол түні ол ұйықтай алмады. Сәулет қасында тәтті ұйқыда жатыр. Майра оның маңдайынан сипады. Сенің әкеңді кім өлтірді, құлыным? Деді ол сыбырлап. Біз неге сонша жыл өтіріктің ішінде өмір сүрдік? Таңертең Майра Сәрсенбай ағаның кеңсесіне барды. Төраға қағаз қарап отыр екен. Майраны көргенде көзілдірігін шешті. Кел қызым, отыра ғой. Маған отырудың қажеті жоқ. Айдар туралы білгім келеді. Сәрсенбай ауыр күрсінді. Бәрін білу саған оңай болмайды. Оңайын іздеп жүрген жоқпын. Айдар қалада жаман ортаға түсіп кеткен, ұсталғаны рас. Тергеу жүріп жатыр. Ерланның өлімі ше? Сәрсенбай орнынан тұрып терезе алдына барды. Мен ол істі жабылды деп ешқашан қабылдаған емеспін. Ерлан жай тонаушының қолынан кетті дегенге жүрегін сенбейтін. Неге? Өйткені оның қалтасындағы ақша алынған. Бірақ портфельдегі көйлек сол күйі қалған. Ұры болса жақсы матадан тігілген көйлекті де алар еді. Оның үстіне Ерланның басынан бір-ақ рет ұрған. Қай жерден ұру керегін білген адам сияқты. Майраның денесі тыршып кетті. Сонда бұл кездейсоқ емес пе? Мен солай ойлаймын. Сіз Саянды күдіктендіңіз? Иә, өйткені Саян сол күні ауылда болмады. Сені жақсы көргенде рас, бірақ оның үстінен ештеңе табылмады. Кейін де қарадым, бақыладым. Оның көзінде кінәлі адамның қорқынышы жоқ еді. Қайта, сенен алыстаған сайын ішінен өшіп бара жатты. Майраның жүрегі шым етті. Ал Айдар? Сәрсенбай үнсіз қалды. Айтыңыз. Ерлан өлген күні Айдарда станцияға барған. Майра қабырғаға сүйеніп қалды. Жоқ, ол үйдеді. Жоқ қызым. Ол сол күні түстен кейін ауылдан шығып кеткен. Бірақ кейін Саянды іздеп көрші ауылға бардым деді. Мен оған мән бермедім. Себебі сенің бауырым, Ерланның қайынысы. Күдікке қимадым. Ал енді? Енді оның қаладағы тобы сол станса маңында бұрыннан жүретіні белгілі болып жатыр. Майраның көз алдына жерлеу күні елестеді.
Айдар оны қабір басынан алып кетіп бара жатыр. Жүр қарындасым, өзімді қинама деп жұбатып тұр. Сонда ол шындықты біліп тұрды ма? Әлде өзі де кінәсіз бе? Мен Айдармен сөйлесуім керек, деді Майра. Рұқсат алу қиын, бірақ тырысамын. Сәрсенбай оның жанына келіп, әкелік мейіріммен иығына қолын қойды. Майра, қандай шындық шықса да сынба, сен сәулет шіндірексің. Мен 6 жыл бойы Саянды іштей жазғырып келдім, деді Майра, бәсең дауыспен. Егер ол кінәсіз болса, мен оның алдында күнәһармын. Кешірім сұрауға ешқашан кеш емес, бірақ алдымен шындықты біл. Айдармен кездесу 2 аптадан кейін ғана мүмкін болды. Майра аудан түрмесінің суық дәлізінде тұрғанда тізесі дірілдеп кетті. Қолында кішкентай түйіншек, ішінде анасы салған құрт, бауырсақ бір жейде. Қазақы үйдің иісі бар заттар. Темір есік сықырлап ашылды. Айдар кірді. Майра оны көргенде жүрегі қақ айырылғандай болды. Бірнеше айда ағасы асып кеткен, бетінде сақал, көзінің асты көгерген. Бірақ ең ауыры, оның көзінде бұрынғы еркіндік жоқ. Бір нәрседен қашып жүрген адамның көзі. Майра, деді ол ақырын. Майра орнынан қозғалмады. Сәлем аға. Екеуінің ортасында темір тор тұрды. Сол тор тек түрменің торы емес, 6 жыл бойы жиналған өтіріктің, күдіктің, айтылмаған сөздің торы еді. Апам қалай? Деді Айдар. Жылайды. Сәулетші, өсіп жатыр. Айдар басын изеді, көзін төмен түсірді. Сен мені жек көріппісің ба? Не үшін жек көрім керек екенін білмей тұрмын. Ұрлық үшін бе? Маған ұрланған ақшаны бергенім үшін бе? Әлде Ерланның өлімі туралы бірдеңе біліп, 6 жыл үндемегенім үшін бе? Айдар селгете қалды. Саған кім айтты? Бүкіл ел айтып жатыр. Ал маған елдің сөзі емес, сенің сөзің керек. Ерланды кім өлтірді? Айдар 2 қолымен бетін сипады. Мен өлтірген жоқпын. Майра көзін алмай қарады. Бірақ біресін. Айдар ұзақ үнсіз отырды. Сырттағы күзетші жөткірінді. Темір тордың ар жағында біреу айқайлап жатты. Бірақ Майраға бәрі алыстан естілгендей болды. Ол күні мен стансада болдым, деді ақыр Айдар. Майраның тынысы тарылып кетті. Неге? Саянды іздеп бардым. Ол тойымнан кейін ішіп, көрші ауылда жүретін. Мен оны тауып, есін жиғысын келді. Сенің тойыңда болмаған үшін ашуландым. Ерлан ше? Мен Ерланды станса маңында көрдім. Қолында портфелі бар. Көңілдеді. Майраға сый әкеліп барам, деді. Айдардың даусы дірілдеді. Сосын мен оны біреумен сөйлесіп тұрғанын көрдім. Кіммен? Айдар көзін жұмды. Басында танымадым. Бұтаным тасасында тұрды. Бірақ даусын естідім. Кімнің даусы? Айдар басын көтерді. Көзінде қорқыныш бар. Біздің үйдің адамы. Майраның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Не дейсің? Мен жақындағанда екеуі дауласын жатты. Ерлан қатты асулы болды. Мұны Майраға айтамын. Бұл үйге енді аяқ баспайсың, деді. Кімге айтты? Айдар ернін тістеді. Атым айтсам сен құлайсың. Айт. Апаға. Майраның құлағы шың ете қалды. Өтірік. Мен де солай ойладым. Апам Ерланмен не үшін кездеседі деп түсінбедім. Бірақ ол рас еді. Ол бике апам стансаға барған. Жоқ, сен өтірік айтып тұрсың. Майра орнынан атып тұрды. Анам Ерланды неге өлтіреді? Ол менің бақытым еді. Айдардың көзіне жас келді. Мен апам өлтірді деп тұрған жоқпын. Мен тек сол жерде болғанын айтып тұрмын. Майра қайта отырды. Қолдары дірілдеп кетті. Әр қарай не болды? Мен оларға жеткенше Ерлан бұрылып кетті. Апам жылап тұрды. Мен не болғанын сұрадым. Ол маған үйге қайт, ештеңеге араласпа деді. Мен ашуланып, оның соңынан ермедім. Саянды іздеп кеттім. Түнде ауылға келсем Ерлан жоқ. 3 күннен кейін өлі табылды. Неге айтпадың? Айдар жұдырығын түйді. Апамнан қорықтым. Сенім жүрегімді жаралаудан қорықтым. Бәлкім оның қатысы жоқ шығар деп өзімді жұбаттым. Бірақ кейін мен стансада жүретін ұрлармен байланысып кеттім. Солардың біреуі мас болып отырып, бір соғыстан келген батырдың ісін бізге жапқысы келді ғой деп айтып қалды. Кім? Қайрат деген. Қазір менімен бірге ұсталды. Ол бәрін біледі, бірақ сөйлесе өзі де күйеді. Майра орнынан тұрды. Айдар, сен мені 6 жыл бойы Саяннан айырдың. Мен оны күдіктендім. Баламды одан алыстаттым. Ал сен шындықты жасырып жүрдің. Мен кінәлімін, Майра. Бірақ Ерланға қол көтерген жоқпын.
Бірақ сен менің өмірімді өтірікке құрдың. Айдардың көзі жасқа толды. Кешір. Майра түйіншекті темір тордың астынан итеріп берді. Мұны апам берді. Ал кешіру, оны қазір сұрама. Ол сыртқа шыққанда аспан түнеріп тұрды. Жаңбыр сіркірей бастады. Майра бетіндегі жас пен жаңбырды ажырата алмады. Ауылға жеткенде ол бірден анасының үйіне барды. Ол бике ошақ басында шай қайнатып отыр екен. Қызының түрін көріп, қолындағы шөмішін түсіріп алды. Не болды, Майра? Майра табалдырықта тұрып қалды. Апа, сіз Ерлан өлген күні станцияға бардыңыз ба? Ол бикенің жүзі аппақ болып кетті. Айдар айтты ма? Осы бір ауыз сөз бәрін мойындағанда естілді. Майраның жан дүниесі құлап түсті. Неге? Ол бике орындыққа отырып қалды. Көп жыл бойы ішіне көмген тасын енді көтере алмай қалғандай. Мен сені қорғағым келді, қызым. Ерланнан ба? Ол менің күйеуім еді. Сен ештеңе білмейсің. Онда айтыңыз, бүгін бәрін айтыңыз. Ол бике көзін жұмды. Ерлан қалаға кетерден бір күн бұрын маған келді. Қатты ашулы еді. Мен шындықты білдім деді. Айдар ұрылармен араласып жүр. Соның кесірі бір күні Майраға тиеді деді. Ол Айдарды төрағаға, кейін милицияға айтпақ болды. Сол үшін сіз оны тоқтатуға бардыңыз ба? Иә, мен ұлымды қорғағым келді. Айдар ақымақты жасап жүр, бірақ түзелер деп ойладым. Ерланға жалындым. Айдарды құртпа, Майра жүкті болуы мүмкін. Отбасымызды масқара қылма дедім. Ал Ерлан не деді? Ол, қылмысты жасыру қылмыс. Майра өтіріктің ішінде өмір сүрмеу керек деді. Майраның көзінен жас ақты. Ол дұрыс айтыпты. Ұлбике басын төмен салды. Мен сол жерде жылап қалдым. Ерлан кетіп қалды. Мен үйге қайттым. Ант етемін, қызым. Мен оған қол көтерген жоқпын. Бірақ кейін ол өлді. Иә. Ал сіз үндемедіңіз. Ұлбике жылап жіберді. Қорықтым. Егер станцияда болғанымды айтсам, бәрі мені күдіктенер еді. Айдар да күйер еді, сен де күйер едім. Мен бәрін жауып тастасам, отбасымды сақтаймын деп ойладым. Майра ащы күлді. Сақтадыңыз ба? Мен жесір қалдым. Балам әкесіз өсті. Саян жазықсыз күдік арқалады. Айдар түрмеде. Сіз өмір бойы қорқып өттіңіз. Қай жерін сақтадыңыз? Ұлбике қызының аяғына жығылды. Кешір, қызым. Майра бір қадам артқа шегінді. Мен қазір сізді кешіре алмаймын. Ол үйден шығып кетті. Сыртта жаңбыр күшейіп тұр. Балшып жолмен жүріп келе жатып, Майра қайда бара жатқанын өзі де түсінбеді. Аяғы өзінен өзі Саянның үйіне алып келді. Саян қора алдында арба жөндеп отыр екен. Майраны көргенде орнынан тұрды. Майра, мұндай жаңбырда не істеп жүрсің? Майра оған қарады. 6 жыл бойы жүрегінде сақтаған күдік, қорқыныш, өкпе, бәрі бір сәтте еріп кеткендей болды. Саян, не болды? Майраның ерні дірілдеді. Мен сені 6 жыл бойы іштей кінәлап келдім. Саян үнсіз қалды. Ерланның өліміне сенің қатысың бар деп ойладым. Сондықтан сені үйден қудым. Баламды сенен алыстаттым. Ал сен бәрібір бізге көмектесіп жүрдім. Саян ауыр күрсінді. Мен сездім. Сездің бе? Иә, сенің көзіңнен көрдім. Мен келген сайын сен қорқып тұратынсың. Бірақ мен өзімді ақтай алмадым. Өйткені сені сүйгенім рас еді. Тойыңның алдында ішкенім де рас. Сол күні ауылда болмағаным да рас. Сондықтан сенің күдігіңге өзім де себеп болдым. Майра жылап жіберді. Кешір мені. Саян ақырым жақындады, бірақ қолын созуға батпады. Майра, мен сені әлде қашан кешіргенмін. Неге? Өйткені сен сүйген адамыңды жоғалттың. Жаны жаралы адам кейде кімге сенерін, кімнен қорқарын білмейді. Майра алғаш рет оның кеудесіне басын қойды. Саян оны құшақтап алды. Бұл құшақта ашық айтылған махаббат жоқ еді. Бірақ ұзақ жылдар бойы айтылмай келген мейірім бар еді. Ерланның өліміне кімнің қатысы барын табуың керек, деді Майра. Табамыз, деді Саян. Біз бе? Иә, бұл жолы жалғыз қалмайсың. Сол сәтте Майра алғаш рет өзін 6 жылдан бері жалғыз емес екенін сезді. Сол күннен кейін Майра бұрынғы Майра болмай қалды. Көп жыл бойы ішін жеген күдік енді басқа жаққа бұрылды. Бұрын Саянды көрсе, жүрегі екіге бөлінетін. Бір жағы оған ұмтылса, бір жағы ол Ерланның қазасына кінәлі болуы мүмкін деп кері тартатын. Енді сол перде сыпырылғандай болды. Бірақ шындықтың өзі әлі толық ашылмаған еді. Саян Майраның сөзін үнсіз тыңдап болған соң,
Қорадағы жұмысын тастады да, үстіндегі суланған күпәйкесін шешіп, есік алдына іліп қойды. Ертең таңертең Сәрсенбай ағаға барамыз, деді ол. Майра басын көтерді. Біз бе? Иә, біз. Сен 6 жыл жалғыз көтердім. Енді жалғыз көтермейсің. Бірақ бұл іс қауіпті болуы мүмкін. Саян ащы жымиды. Мен сенен 6 жыл алыс жүріп те тірі болмадым, Майра. Енді шындық үшін қорқып тығылсам, еркек атым құрсын. Майра үндемеді. Тек көзінен жас ақты. Сол түні ол үйіне қайтып келді. Сәулет ұйықтап жатыр екен. Майра ұлының жанына отырып, оның шашынан сипады. Бала әкесінің жүзіне ұқсап өсіп келе жатқан. Қасы қою, көзі терең, мінезі қайсар. Әкеңнің шындығын табамын, балам, деді ол сыбырлап. Қандай ауыр болса да табамын. Ертеңінде Майра мен Саян Сәрсенбай ағаның кеңсесіне бірге барды. Төраға екеуін көргенде, бәрін түсінгендей ауыр көсінді. Демек сендер бірге келдіңдер? Иә, деді Саян. Ерланның өлімі туралы қайта арыз жазамыз. Қайрат деген адамды сөйлету керек. Сәрсенбай аға қабағын түйді. Қайрат оңай сөйлейтін адам емес. Ол өзі де талай қылмысқа батпан. Бірақ бір жол бар. Қандай? Айдар толық мойындау жазса, Қайраттың өтірігі ұзаққа бармайды. Майраның жүрегі шым етті. Айдар өзін құтқару үшін емес, шындық үшін сөйлеу керек. Сәрсенбай аға басын изеді. Дәл солай. Бір аптадан кейін Майра тағы да аудан түрмесіне барды. Бұл жолы қолында түйіншек жоқ. Жүрегінде ғана сұрақ бар еді. Айдар темір тордың ар жағынан қарындасына қарады. Оның жүзі бұрынғыдан да жүдеу. Бірақ көзінде бір шешімнің ізі бар. Мен сені күтіп жүредім, деді ол. Неге? Себебі сен қайта келмей қойсаң, мен өмір бойы қорқақ болып қалар едім. Майра үнсіз отырды. Айдар терең дем алды. Мен бәрін жаздым. Қайраттың атын да, станциядағы ұрлықтарды да, Ерланның сол күні бізді әшкерелемек болғанын да. Майраның ерні тірілдеді. Ерланды кім ұрды? Айдар көзін жұмды. Бір тамшы жас сақалының арасымен төмен сырғып түсті. Қайрат. Майра тынысын ішіне тартты. Неге? Ерлан мені ғана емес бәрін ұстатам, деді. Қайрат соны естіген. Ол Ерланды станция маңында күтіп тұрған. Басында қорқытып, қағаздарын тартып алмақ болған. Бірақ Ерлан қарсыласқан. Майдан көрген адам ғой, оңай беріле ме? Қайрат қолындағы темірмен ұрған, бір-ақ рет. Бірақ сол бір соққы бәрін бітірді. Майра екі қолмен бетін басты. Ал сен? Мен кеш жеттім. Ерлан жерде жатыр екен. Қайрат қалтасын ақтарып үлгерген. Мен айқайладым. Естедің, дедім. Ол маған. Үндемесең тірі қаласың. Сөйлесең, қарындасында ананда тыныш жүрмейді, деді. Сен қорықтым. Иә, қорықтым. Әкем жоқ. Үйдің еркегімін деп жүріп, ең қорқақ адам болып шықтым. Ертеңінде бәрін айтуға бекіндім. Бірақ апам станцияда Ерланмен сөйлескенін білдім. Егер мен шындықты айтсам, апам да күдікке ілінеді деп қорықтым. Сені аядым. Сәулет ішінде екенін кейін естігенде тіпті айта алмадым. Майраның даусы мұздай шықты. Сен мені аяған жоқсың, аға. Сен мені өтірікпен жерледің. Айдар басын төмен салды. Білемін. Ерлан қабірде жатты. Мен 6 жыл бойы тірі өлік болып жүрдім. Сәулет әркесіз өсті. Саян жазықсыз күдік арқалады. Ал сен қорықтым. Менің жазам сол, Майра. Түрме ғана емес. Сенің көз жасың, Сәулеттің әкесіз өскені, Ерланның қабірі, бәрі менің мойнымда. Майра орнынан тұрды. Мен сенің қарындасымын. Сондықтан сені қарғағым келмейді. Бірақ бүгін сені кешірдім деп те айта алмаймын. Айдар темір торға маңдайын тигізді. Бір ғана өтінішім бар. Қандай? Сәулетке мені жамандамашы. Бірақ ақтамада. Өскенде шындықты айт. Ер адам қорқса, қанша адамның тағдырын құртуы мүмкін екенін білсін. Майра көзіндегі жасты сүртті. Айтамын. Қайрат ұзақта бармады. Айдардың мойындауы, Сәрсенбай ағаның ескі жазбалары, қаладағы тергеушілердің қайта вараған құжаттары, ұрланған заттардың тізімі, бәрі бір-біріне жалғанды. Сот күні ауылдың жартысы аудан орталығына жиналды. Қайрат басында бәрін жоққа шығарды. Мен ешкімді өлтірген жоқпын. Айдар өз күнәсін маған жапқысы келеді. Бірақ куәлар сөйлей бастады. Бірі Ерланды станцияда көргенін айтты. Бірі Қайраттың сол күні қолында қан жоққан күртешемен келгенін есіне түсірді. Ескі досы қорыпса да ақыры шынын айтты. Қайрат сол түні батырды батыр қылған соғыс шығар,
Ал мен бір ұрғанда құлаттым деп мас болып мақтанған. Сот залында үнсіздік орнады. Майраның денесі мұздап кетті. Саян оның қолын ақырын ұстады. Бұл жолы Майра қолын тартып алмады. Қайраттың жүзі сұрланып кетті. Ақыры ол да сынды. Өлтірейін деген жоқпын, деді ол қарлығып. Қорқытқым келді. Ол өзі қарсыласты. Ақшасын алдық, болды. Мен қайдан білейін, бір соққыдан өлетінін. Майра орнынан тұрып кетті. Ол соғыстан тірі келген адам еді, деді даусы дірілдеп. Ол ел үшін қан кешіп келді. Ал сен оны бір көйлекпен аз ғана ақша үшін емес, өз қорқақтығың үшін өлтірдің. Сен менің күйеуімді ғана емес, баламның әкесін, менің жастығымды, анамның тыныштығын, бір үйдің жарығын өлтірдім. Сот залында отырған әйелдер жылап жіберді. Ер адамдар басын төмен салды. Қайратқа ауыр жаза кесілді. Айдар да өз қылмыстары мен шындықты жасырған үшін жазасын алды. Ұлбике апа соттан кейін сыртқа шыққанда бірден жүре алмай қабырғаға сүйеніп қалды. Майра қасына барды. Екеуі ұзақ үнсіз тұрды. Қызым, деді Ұлбике апа әлсіз дауыспен. Мен сол күні шындықты айтқанда, бәлкім бәрі басқаша болар ма еді? Майра көкжиекке қарады. Басқаша болар еді, апа. Бірақ өткенді өзгерте алмаймыз. Мені кешіре аласың ба? Майра бірден жауап бермеді. Бүгін емес, бірақ бір күні тырысамын. Өйткені сіз менің анамсыз. Ал мен балама жүрегінде кек сақтап өмір сүруді үйреткім келмейді. Ұлбике апа қызын құшақтамақ болды. Майра бір сәт кідірді. Сосын анасының иығына басын қойды. Бұл толық кешірім емес еді, бірақ жараның бетіне алғаш рет ем тамғандай болды. Көп ұзамай Майра Ерланның басына барды. Қасына Саян мен Сәулет еріп келді. Күздің салқын желі қорымдағы қураған шөпті тербеттір. Сәулет әкесінің басындағы құлпытасқа ұзақ қарады. Апа, әкем батыр болған ба? Майра ұлының иығынан күшті. Е балам, әкең батыр болған. Бірақ батырлық тек соғыста ғана емес. Ол шындықты айтудан қорықпаған адам еді. Мен де сондай боламын. Майраның көзіне жас келді. Боласың құлыным, міндетті түрде боласың. Саян сәл шегініп тұрды. Ол бұл сәтке араласуға батпады. Ерланның орны бөлек екенін түсінді. Майра да соны сезді. Қабір басына ақ орамал жайып, құран бағыштаған соң, ақырын сөйледі. Ерлан, мен шындықты таптым. Кеш қалдым, бірақ таптым. Сенің балаң өсіп береді. Ол сені білетін болады. Сен туралы өтірік емес, шындық еститін болады. Ал мен өмір сүруді қайта үйренемін. Жел ақырын соқты. Майраға сол сәтте Ерланның баяғы жылы даусы естілгендей болды. Өмір сүр, Майра. Арада бір жыл өтті. Ауыл баяғыда емес еді. Сәрсенбай аға қызметтен кетіп, орнына басқа адам келді. Бірақ Ерланның аты ауылда құрметпен айтылатын болды. Станса маңындағы қара жолға жұрт Ерлан жол деп ат қойды. Соғыстан қайтқан азаматтың әділет үшін үн қатқан ердің аты ұмытылмасын деді. Айдар түрмеден хат жазып тұрды. Хаттары қысқа болатын. Майра, Сәулеттің сабағы қалай? Апа аман ба? Саянға сәлем айт. Мен оны жазықсыз күйдіргенім үшін өмір бойы ұяламын. Майра жауапты сирек жазды. Бірақ бір күні Сәулеттің суретін салып жіберді. Артына бірақ сөйлем жазды. Адам қателігін мойындаса ғана қайта адам бола бастайды. Ұлбике апа көп өзгерді. Бұрынғыдай қатты сөйлемейтін болды. Көбіне немересінің жанында отырады. Кейде Майраның үйіне келіп, үнсіз нан жауып береді, құрт кептіреді, Сәулеттің киімін жамайды. Кешірім сұрауды доғарған жоқ, бірақ Майра енді оған ашумен қарамайтын. Ал Саян бұрынғыдай сырттан ғана көмектесіп жүрді. Қорасын жөндеп береді, отын жарып береді, Сәулетке қармақ жасап береді. Бірақ бір ретте Майраға маған тұрмысқа шық деп айтпады. Бір күні көктемде Ерланның жылдық асы өткен соң, Майра өзен жағасына барды. Баяғы тынық иірім. Бір кезде Ерлан екеуі алғаш сөйлескен жер. Кейін қара орамалын суға тастаған жер. Саян алыстан келіп тоқтады. Мені шақырдың ба? Иә. Бірдеңе болды ма? Майра суға қарап тұрды. Мен ұзақ уақыт өткенге байланып өмір сүрдім. Ерланды ұмытқаным жоқ. Ұмытпаймын да. Ол менің алғашқы махаббатым, баламның әкесі. Жүрегімнің бір бөлігі болып қалады. Саян басын изеді. Мен оны түсінемін. Бірақ мен тірімін, Саян. Менің балам тірі. Ал тірі адам мәңгі қабір басында тұра алмайды. Саян үнсіз қалды.
Оның көзіне үміт пен қорқыныш қатар келді. Майра оған бұрылды. Сен 6 жыл күттім. Мен сені итердім. Сен кетпедің. Мен сенен қорқтым. Сен ренжімедің. Мен сені кінәлададым. Сен үндемедің. Неге? Саян ақырын ғана жауап берді. Өйткені мен сені бала күнімнен жақсы көрдім. Бірақ сенің жараңның үстіне өз қалауымды қойғым келмеді. Майра көзін төмен салды. Мен енді жалғыз өмір сүргім келмейді. Саян демін ішіне тартты. Майра, бірақ бір шартым бар. Қандай? Сәулетке ешқашан мен сенің әкеңмін демейсің. Оның әкесі Ерлан. Сен оған әке орнына жүрек бола алсаң ғана біздің жанымызда бол. Саянның көзіне жас келді. Мен оған Ерланның орнын тартып алмаймын. Бірақ ол сүрінсе сүйеніш боламын. Жыласа жұбатамын. Ер жетсе арқасынан қағамын. Осыған уәде беремін. Майра алғаш рет шын күлімсіреді. Онда үйге жүр. Ұлбике апа бауырсақ пісіріп отыр. Сәулет сені күтіп жүр. Саян оның қолын ұстады. Бұл жолы Майра қолын тартпады. Көп ұзамай ауылда шағын ғана неке қиылды. Даңғаза той болған жоқ. Майра ақ көйлек кимеді. Ерланның рухына құрмет ретінде бәрі қарапайым өтті. Үйде үлкендер Құран оқып бата берді. Ұлбике апа көзіне жас алып, қызымның ендігі күні тыныш болсын деді. Сәулет Саянның жанына келіп ақырын сұрады. Мен сізді Саян көке дей берем бе? Саян еңкейіп баланың көзіне қарады. Қалай қаласаң солай ата, балам. Сәулет ойланып тұрды да, онда Саян аға деймін. Бірақ балыққа бірге барамыз, я? Саян күліп жіберді. Әрине барамыз. Майра есік алдында тұрып сол көрініске қарап жылады. Бірақ бұл жолғы жасы бұрынғыдай жанды өртейтін жас емес еді. Бұл көп жылдық қара түннен кейінгі таңның жасы еді. Көктемнің самалы ескі ауылды ақырын тербеп өтті. Майра аспанға қарады. Ерлан, ренжіме деді ішінен. Мен сені ұмытқан жоқпын. Тек өмірді қайта құшақтадым. Сол сәтте алыстан бозторғайдың үні естілді. Майра оны жақсылыққа жорды. Өйткені тағдыр оның жастығын тартып алғанымен, жүрегіндегі мейірімді өлтіре алмады. Өйткені шындық қанша жыл көрінсе де, бір күні жарыққа шығады. Өйткені махаббат кейде қабір басында аяқталмайды. Кейде ол кешірімге, бала күлкісіне, жаңа таңға айналып қайта оралады. Ал Майра сол күннен бастап, жесір деген атпен емес, шындықты көтерген әйел, баласын аман өсірген ана, қайта өмір сүруге батылы жеткен жан ретінде өмір сүрді. Сәулет ер жеткенде анасы оған әкесі Ерлан туралы бәрін айтып берді. Әкем батыр еді деді Майра. Бірақ ең бастысы, ол адал еді. Сәулет үнсіз тыңдап отырды. Сосын Саянға қарады. Ал Саян аға ше? Майра жымиып қойды. Терезе сыртында күн батып бара жатты. Үйдің іші жылы еді. Дастарханда жаңа піскен бауырсақ, самаурыннан шыққан шайдың буы, баланың күлкісі, ананың тыныштығы бар еді. Көп жыл бұрын осы үйдің жарығы сөнгендей болған. Енді сол жарық қайта жанды. Бұл жолы оны ешкім өшіре алмады.